Бажаларсыз өзіміз иә. біз де баняға келеміз. Батыр көшелерінде кімді кездестіруге болады? Конечно, блогерлерді. Вот куча каналов. Опять ты? Да что такое? Я думаю, почему так ярко стало? Оказывается, сіздер келесіздер. Привет. Привет, привет. Істеп жүрсің дәке. Ораза бітіп далаға шығып жатсың ба? сол әдемі қыздар қақта жерде осы жерге келген ғой, сөйтсем жүреді екен ғой осы жерлерде. Мен ойлаймын, неге күн күшті болып кетті деп ше. Далаға шығыпсыздар ғой. Бажа бітті ма несі? Говорю, Алматының көшелерінде даже мисс Казахстанды кездестіруге болады. Зачем ты мисс Казахстан говоришь, когда я в таком виде? Мисс Вселенная. Мисс Вселенная? А ладно. Как дела? Классно, ты как? Ничего, с подругой сижу. Жамилька. Күн бізде қыздармен демалыс. Қазір сіздерге обзор жасап берейін. Мына костердің несі күшті болып тұр. Қазір мына жерде отырып шай ішеміз. Мына жерде чан, жылытылған су. Сейчас көрсетейін. Вау, как классно! Это же просто кайф. Қаланың қақ ортасында осындай күшті баня бар. Настало время для сказки. Ол рас енді. Дальше. Так. Қараңыздар, қандай кең ішінде. Так, что будем делать? Зона Ал отдыха. бажаларсыз өзіміз. Иә. Біз де баняға келеміз. Мына жерде тамақ ішеміз. Так, ары қарай жуынатын зона. Ой, как уютно все. Это парилка. Қазір бізге күшті парение жасайды. Мына жақта күшті шөптердің иісі шығып тұр. Бассейн! Смотри, смотри. О май гад. Что там? Что? Вау! Это здесь, это такое, это делают, по-моему, массаж какой-то или парят. Я не помню, что там делают. Ты прям андай сакские бани дейма енді көбінесе ел арасында солай атайды ғой. Мына жақтың атмосферасы бар ғой. Күшті андай бір деревняда жүрген сияқты. Такой новый баня ғой. Прям уютный, тап-таза. Қыздар жиналып алып кальянщик клубқа барғанша осындай демалыс ұйымдастырып тұрмыздар. Бүгін бізді Фариза күтіп жатыр. Вот, демалыс тұратын жер. Все, бүгін күшті демалыс болады. Вот баняға барып жүрген адамдар мен жақсы түсінеді деп ойлаймын. Дүниеге қайтадан келген сияқты ощущение болып отырады ғой. Мына жақтың вообще программасы күшті екен. Бірінші бізді бір 5 минуттай жылытып парить етіп алды. Сосын далаға чанға барып жаттық. Жылы су, ешқандай мұздамай, кішкене расслабляемся, денемізді дайындап аламыз да. Сосын кіргізіп қайтадан 20 минут бойы парить етеді. Кәдімгідей вениктермен, ана жататын жері, даже мынандай салқын ауа кіріп тұратын жер, представляете? Кәдімгідей отыратын жерде бір тесік болады, соған басыңды кіргізіп қойып, таза ауамен демалып отырасың да, жүрегің қысылып кетпейді. 20 минут бойы парить етеді. Оның 10 минутынан кейін шығарып алады да, суық купельге бір түсіп аласың, бір есіңді жиып аласың да, қайтадан кіргізіп, қайттан парить етіп, ішіне артынан тұзбен, как скрабирование сияқты жасайды, энергияның бәрін таза. Программа 10-мен бітпейді. Жаңағы 20 минуттық парениядан кейін отдельно бөлме көрсеттім ғой, шөптің үстіне жаңа простынь төсеп қойған. Сол синавалдың үстінде тағы да 10 минут демалуға жатқызады, аяққа массаж жасап қояды. Вот сол жерде жатып, мен вообще баняда жатқанымды ұмытып кеттім. Мен вроде ояу жатым да, но я не понимаю, как будто басқа измеренияда жатқан сияқты. Фариза екеміз ішіп кеткенбіз ғой, вообще жоқ болып кеттік. Қазір енді шығып, шай ішіп отырмыз. Қазір бізге пилинг жасайды. Сосын тамақ ішеміз. Полностью жаңарып бар ғой. Өз-өзіме келіп, тревожностьтың бәрі кетіп, настолько успокоилась, настолько хорошо. Қазір мына Фариза ханым маған шай құйып беріп отыр. Рахмет жаным. Варенье хочешь? Классный отдых.
вареньемен. Мед. Осы жігіттер неге баняға бара береді деп капризін іштете бермей, қыздар өздерінде баняға барып тұрыңдар. Білет та олар қайда демау керек екен. Это просто блаженство. Надо ухаживать за собой, өз-өзін жақсы көріп. Өз-өзіңе қамқор болмасаң, кім қамқор болады? Ну все, заходим. Вот так атмосфера. Скажи, это прям лучшая баня, Ты там еще посмотри, там есть там кроватька. Там гардероб. Да, что ж ты, посмотри, какой стол. Сейчас будет еще чай, знаешь, прям самовар. О, боже. Вау. Вау. У нас будут все процедуры, которые здесь есть. Просто мечта. Наконец-то баня. Девочки, как вы? Скажите вот честно, какой отзыв? Это лучшее парение в моей жизни. Вообще кайф. Шикарно, шикарно. Тәубеңе келтіріп тастайтын парение болды ғой. Аспанға ұшып кеттік қой. Здесь такие, видите, птички. И что самое классное, что здесь прям рядом нет дороги и не так шумно. Только птички, смотрите, поют. Свежий воздух, там как будто лес. Да, кстати. А здесь еще наша свадьба была с Андреем, да? Да, кстати. Там Все связано с этим прекрасным местом. Эмоции, это то же самое вот она. Такие эмоции прям, как у ребенка, знаешь? Котик, да. Да. Просыпаемся. Обалдеть, я, знаешь, так улетела. Скажи, это просто нереально. Это как... Ой. Банный процедуралардың апаларымен баня өтетін боламын. Наконец-то енді жұмыспен емес, просто баняға түсу үшін үйден шықтым. Достар, біз керемет банядамыз. Біз жерге түсіп алып. Айта алмаймын, парение. Менің бүкіл жігіттерім шығып жатыр, шықпаған. Сұмдық керемет парение болды. Рекомендацион. Достар, бүгін келген қонақтарға үлкен рахмет. Келгендеріңізге рахмет, өте көңілді болды. Бірақ сәл прям жетпей қалды, я. Айып етпеңіздер. Енді бағана айтылғандағыдай, тағы да бір осындай кеш ұйымдастырсақ па деп тұрмыз. Шынымен де үлкен залға адам лық толы жиналады деп ойлаған жоқпын, прям өзім қатты қуанып тұрмын. Рахмет. Нормально выглядит? Да, вообще, вот этот красный кожаный диван, вообще... Диван, да, Да, Питер. помнишь? Диван? Да, Диван. это именно он.